Bir жесірдің бойжеткен қызы болыпты. Аты Бибігүл. Тұрмысқа шығатын кезі жетіп қалыпты. Бірақ құда түсем дегендер жеткілікті болса да, әртүрлі себептермен шешесінің жанында отыра беріпті. Тұзы аздау, ал менің қамырым ойдағыдай. Апа, қарашы, бауырсақтар үрленіп пісіпті. Айттым ғой. Ой, бұл құдалар келе жатыр. Самаурынға шай қой, табақты алып кел. Бол тез. Сахан басында үнің шықпайтын болсын. Ұқтың ба? Бәрі келді. Қош келдіңіздер, қадірлі қонақтар. Дәм татып отырыңыздар. Қазыдан ауыз теңіздер. Мұның бәрін дайындаған Бибігүл. Қолынан келмейтіні жоқ. Өзі пысық, өзі аспаз, әрі шебер. Ай, осыдан артық келін таппайсыздар ау сірә. Қызым, самаурынды алып келе қойшы. Ей, мынаған су қоймапсың ғой. Ойбай! Өртеді мынау! Кейдім! Қазір! Ойбай, қайдан ғана келдік. Мынауың тайып тұрды ғой. Осыны да еркек дейді ау. Мұндай жігіт маған тең емес. Тең емес дейді. Күйдіргі. Сайтан. Сенің тең сайтан. Ай, көмектесіңдер. Хей, қатын! Мұна сұлудың не жазығы бар? О, ханем, бұл менің қызым. Алашуымның себебі? Себебі осы өңірдегі ер азаматтардың түгелі мен үшін таласып бір-бірін қырды. Сол. Бұл дүниеде менен пысық, менен шебер жан таппайсыз. Сондай шебер болсаң, хан сарайына кілем тоқып бере аласың ба? Мен әлемдегі ең мықты тігіншімін ғой. Бұлай келсе, тоқып берсең өзіңді алам. Болмаса, басыңды алам. Сөзімді қайтып алдым, қалжың ғой. Түк келмейді қолымнан. Ей, босатыңдаршы. Ей! Мынау қашан ғана өрмек тоқып үлгеріп қойған? Ханым, сіздің ісіңізге араласқаныма кешіріңіз. Сіз кімсіз?
Мен әлемдегі ең мықты тігіншімін. Тоқыма көрсем өзімді тоқтата алмаймын. Маған кілем тоқуды үйрете аласыз ба? 3-ақ жылдың ішінде үйретіп шығамын. Тым ұзақ екен, үйреніп бітем дегенше басым түсіп қалар. Ай, жағдайың мүшкіл екен. Сенің ісіңді өзім бітіре алармын. Рас па? Онда былай. Кілемнің бетіне мынадай сурет салу керек. Бірақ менің шартым бар. Сен менің атымды табуың керек. Таппасаң, мәңгі бақи мендік боласың. Дүниедегі ең мықты есім тапқыш мен. Келістік. Бәрекелді. Есімді мынаған айтасың. Ертең көріскенше. Балтабай. Мінекей, келіп қалдық. Дайын болды ма? Мінеки. Неткен керемет. Ал енді құмырамды қайтар. Мұнда менің атым жоқ қой. Мүмкін емес. Қазір. Жарайды, соңғы мүмкіндік. Дәл қазір атымды ата, болмаса өзіммен алып кетемін. Сосын. Келіп қалдық. Ей, әшейін тыртық қой. Қытығымды келтіріп. Қазір сол қызықты айтып берейін. Тиги-тиги-тиги-тай, атым ешкім таба алмайды. Тиги-тиги-тиги-тай, менің атым. Диги-диги-диги-дай, атын ешкім таба алмайды. Диги-диги-диги-дай, оның атын... Сенің атын Соқпақбай, Қисықбай, мүмкін Кетікбай шығар, әлде Қалибек па? Қате! Көмектесіңдер. Кет жағы, жібермеймін саған, жібер. Оның аты Ұршықбай. Сенің атың Ұршықбай. Бақ, неткен ғажап. Бірақ меніңше, Бибігүл, саған жетер сұлулық дүниеде табылмас. Бұдан бұлай Бибігүл еш өтірік айтпайтын болыпты. Қызым-ау, мынаны тоқыған сен бе? Әрине мен. Анда-санда болып қалады енді.